Ulang oyna. Ne toplaqdan түсі қала. Топырақтың түсі деген қара екен білгілерің келе ма? Иә. Топырақтың құрамында не бар екенін білгілерің келеді ме? Иә. Ендеше балалар, мына ыдысымызға топырақты салып алайық. Тәжірибе алаңына барып, топырақты зерттейміз, жақсы ма? Зерттейміз ба? Иә. Сәлем достар! Балалар, біздер тәжірибе алаңына келіп қалдық, иә? Бүгін біздер жаңағы сырттан ауладан алып келген топырағымызға тәжірибе жасаймыз. Жаңа сізден сұрадым, ол топырағымызға қара, топырақтың құрамында не бар деп, сол сұраққа жауап іздейміз. Жақсы ма? Қане, алғашқы тәжірибемізді бастау үшін бізге не қажет? Қасық қажет. Қане, енді мына қасықты аламыз. Бір қасық топырақты алып, ұқыпты аламыз балалар. Топырақты суға саламыз. Салып, араластырамыз. Балалар, топыраққа тәжірибе жасамас бұрын топырақты не істеуге болмайды балалар? Ауызға салып жеуге бола ма? Жоқ. Бір-бірімізге қашуға болмайды, иә? Енді бұны сәл күтеміз балалар. Балалар, біздер енді екінші тәжірибемізді жасаймыз. Алдымен оған не қажет бізге? Қасық, топырақ және майлы қажет екен. Қане, енді біздер топырақтың құрамында тағы не бар екен анықтау үшін бір қасық топырақты аламыз, майлыққа саламыз. Қане, қасығымызды орнына келіп қойып, майлығымызды ұқыпты жабамыз. Қане, енді ашамыз. Ашамыз ұқыпты. Топырақты түргеміз керек. Енді қараңыздаршы. Майлықтан не пайда болды? Майлығымызды қараңдаршы, майлықты. Иә, дымқылданды, иә балалар? Демек, топырақтың құрамында не бар деген сөз? Су бар. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, келесі тәжірибеміз топырақтың құрамында ауа бар ма, жоқ па? Білгілерің келе ме? Қане, соны анықтаймыз. Қане, алақанымызды ашамыз. Топырақ, бір қасық топырақты алақанға салып. Қане, ашсыңдар еді? Жаймен ашамыз. Қане, ашыңдар. Алақанымызды ашамыз, ашыңдар. Қане, қараңыздаршы, топырағымыз не істеді? Кішірейді. Демек, топырақтың құрамында не бар деген сөз? Ауа, оны қайдан білдік? Иә, айтыңыздар, біз қысқан кезде не істеді? Ауа шығып кетті. Иә, демек топырақтың құрамында не бар? Ауа бар, жарайсыңдар, жақсы. Балалар, бағанағы алғашқы тәжірибемізге оралайық. Қане, қарайықшы алғашқы тәжірибемізге. Не өзгерген топырақ? Нешеге бөлінген? Екіге бөлінген, иә балалар? Иә, судың бетіндегі нелер деп ойлайсыңдар? Ал судың дұрыс. Топырақтың құрамында не бар? Жарайсың. Қашырет дегеніміз не? Улаған запырақтар. Сүреген қалдықтары барлығы да қаласылық болады. Егер топырақтың құрамында қаласылық мол болса, топырақтысы қаласылық құнарлы болады. Жарайсың, иә. Енді асылым айтамыш маған деген. Қандай өсімдіктер, қандай топырақта жақсы өседі? Құнарлы топырақта жақсы өседі өсімдіктер. Жарайсың. Гүлдер, өсімдіктер қандай топырақта жақсы өседі? Құнарлы топырақта. Иә, құнарлы топырақта. Қане, енді құнарлы топырағымызға осы гүлдің тұқымын салайық. Біз енді не істейміз гүлімізді? Күтіп баптаймыз. Иә, ары қарата күнде бақылап жүретін боламыз. Қане, енді қоштасайық бала достарымыз.